Қымбатты оқушылар, құрметті әріптестер, ардақты ата-аналар мен түлектер. Барлығымыз үшін биылғы 25 мамыр ерекше форматта өтіп жатыр. Әлемдік пандемия біздің күнделікті өмірімізді түбегейлі өзгертті. Биылғы оқу жылы 4 миллионнан астам оқушы мен студенттің есінде қашықтан оқыту форматына көшумен сақталады деп ойлаймын. Қысқа уақыттың ішінде барлығыңыз жұмысты дұрыс ұйымдастыра білдіңіздер. Бұл мұғалімдердің, ата-аналардың, оқушылардың бірлескен әрекетінің нәтижесі деп білемін. Бүгін мен әрқайсыңызға жеке тоқталғым келеді. Сіздер жаңа жағдайда жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, нағыз ерлік таныттыңыздар. Ұстаздарға деген алғысымды бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздер қиын жағдайға қарамастан, оқушыларды білім нәрімен сусындатып, оқу барысында тынымсыз еңбек еттіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда 4-90 толықтай қашықтан оқыту форматында өтті. Бұл біздің білім саласында бұрын соңды болмаған оқиға. Қиын кезде балаларына тіреу бола білген ата-аналардың да еңбегі өлшеусіз. Сіздердің қолдауларыңыз, үйде отырып білім алуға жағдай жасауларыңыз қашықтан оқыту ұйымдастыруға бізге мүмкіндік берді. Әрине, сын көп айтылды. Дегенмен сіздер түсіністік танытып, сол біздің балаларымыздың болашағы үшін осы мәселені жеңіл қабылдадыңыздар. Сол үшін сіздерге алғыс айтамын. Оқушыларға деген ризашылығым шексіз. Олар жауапкершілікті ата-аналармен теңдей бөлісіп, тәртіпті және алғыр бола білді. Енді міне, білімге деген құштарлықты жоғалтпай, оқу жылын ойдағыда аяқтап жатыр. Бұл шын мәнінде ересек адамдарға тән қасиет деп айтқым келеді. 2020 жылдың түлектеріне жеке тоқталғым келеді. Құрметті мектеп бітірушілері, колледж бен университет түлектері. Әркім болашағының жарқын болғанын армандайды. Сіздер мықты ғалым, табысты кәсіпкер ғана емес, адамгершілігі зор, жақсы адам, биік тұлға болатындарыңызға сенімдемін. Тәуекелге бару арқылы ғана әркім өз армандаған мамандықтың иесі бола алады. Ең бастысы, мүмкіндіктерді пайдалана білу керек. Еш қорықпаңыздар. Алған беттен қайтпау өте маңызды екенін өз басым білемін. Нақты қадам жасап, ойыңыздағыны іске асыру керек. Мәселен, мен мектеп бітірген соң бірден бір жылдың ішінде грантқа түсе алмадым. Одан ұялудың ешқандай қажеті жоқ. Менің алдымда екі таңдау болды. Біріншісі ақылы түрде оқу, екіншісі бір жыл дайындалып, кейін ұбт-ға қайта тапсыру. Сол кезде бір жыл дайындалып, тестті қайта тапсырам деп шешім қабылдадым. Бір жыл уақытымды табанды дайындықпен жұмысқа арнап, нәтижесінде келесі жылы армандаған грантқа қол жеткізген болатынмын. Жақында басым көпшілігіңіз ұбт тапсырасыздар. Одан қорқудың ешқандай қажеті жоқ деп сіздерге айтқым келеді. Бұл тек қана жай сынақ. Оның үстіне бұл өмірлеріңіздегі ең жеңіл емтиханның бірі болады. Айналадағы адамдар қолдарынан ештеңе келмейді десе де, табандылық пен сабырлық, күнделікті қажырлы еңбек пен алға қойған мақсаттарыңыз белгілі бір нәтиже әкелетін естен шығармаңыздар. Нәтиже әрине өз бетімен келмейді. Ол қателікпен қатар жүреді. Кішкентай кезімізден бізді қателік жасау дұрыс емес, кешірімсіз деп сендірген. Мектеп қабырғасынан бастап қателік жасамау біздің санамызға құйылып келді. Табысты адам ешқашан қателеспейді деген қате ұғым екенін айтқым келеді. Алайда бәрі қателік жасайды. Бастысы одан сабақ алып, тәжірибе жинақтау. Қателік жасап, бәрін қайта бастаудан қорықпау қажет. Қымбатты жас түлектер, сіздер Қазақстанның тарихында ғана емес, әлем тарихындағы ерекше түлексіздер. Сіздер жақсы тәжірибе жинақтап, ой түйіп, әлемді жақсартуға үлес қосасыздар деп сенемін. Елге пайдасы тиетін, жаңалық ашып, толағай табысқа жетесіздер деп үміттенемін. Сіздер тамаша кезеңде өмір сүріп жатсыздар. Қазіргі кезең армандайтын, батыл шешімдер қабылдайтын уақыт. Белгісіздік пен өзгерістердің уақытында сіздердің басты құндылықтарыңыз адалдық, әділдік, махаббат, қарапайымдылық пен батылдық болу керек. Сәттілік серік болсын, армандарыңызға қол жеткізіп, өмір құндылықтарын естен шығармаңыздар. Мереке құтты болсын.